Жұмыстан шаршап келгенде балаңыздың үй тапсырмасын тексеру керек. Оған көмектесемін деп ұрысасыз. Нәтижесінде арақатынастарыңыз нашарлап кетті. Әріптесім Лаура Алтынбек бұл мәселенің шешу жолдарын айтады. Назарыңыз экранда болсын. Пандемия оқушы өмірін өзгертті. Қазірдің өзінде дәстүрлі оқу мен қашықтан оқу алмасып отырады. Оның салдары ретінде ата-ана мен баланың арасындағы қарым-қатынасының нашарлауы. Олай болса, ата-анаға баламен ойнап жүріп, қалай сабақ оқуға болатыны жөнінде бірнеше кеңес әзірлеп қойдық. Ата-ана балаларына мүмкіндігінше жағдай жасау керек. Ол жағдай қандай болу керек? Біріншіден, ата-ана баласы сабақ орындап, үй тапсырмасын жасап жатырған кезде өзі гаджетке қарап, немесе кино қарап отырмау керек. Музыка тыңдап, немесе теледидар қосылып тұратын болса, бұлардың барлығы балаларды алаңдататын факторлар болып есептеледі. Үлкен бір мәселе бұл ата-ана мен баланың арасындағы диалог. Яғни ата-ана баласының тапсырма орындап жатырғанын көріп тұрып, оның нәтижеге қалай келгендігін сұраса, баласының орындау жолын сұраса, бұл біріншіден ата-анаға үлкен мүмкіндік береді. Өз баласының ойлау қабілетін, ойлау деңгейін біліп, оның қандай қабілеті бар екен, немесе қандай пәнге деген оның қабілетінің жоғары немесе төмен екендігін біле отырып, әрі қарай баласының дамуына зор көңіл бөлуіне мүмкіндік береді. Үй тапсырмасын нәтижелі орындау үшін ата-аналар келесі қағидаларды ұстанған жөн. Әңгіме не параграфты оқығанда ескертпелер жасап отыру. Кесте мен сызбаларды пайдалануды үйрету. Оқыған мәтінді мазмұндау. Маңызды күндерді, формулаларды, сөздерді және тағы басқаларды тез қайталау үшін карточкалар әзірлеу. 30 минут сайын көзбен қолға жаттығу жасап, ми тынықтыратын шағын ойын ойнау. Сонымен қатар, бала мұғалімнің сөзін сөзбе-сөз жазып алмай, тек қана маңызды ойлар мен деректерді жазуды үйренуі керек. Үй тапсырмасын істеуге қатты көңіл бөлемін балалармен. Сабақта алған білімдерін ары қарай дамытып, пысықтау мен үшін өте маңызды. Қандай да бір тапсырманы орындап болған сайын, оны қолдап, мақтап отырамын. Баланың үй тапсырмасын тексергенде немесе көмектескенде тапсырманы дұрыс орындамасам, маған ұрсады деген қорқынышы болмау керек. Бірінші және 6-шы сынып оқушылары Алина мен Аружаннан үй тапсырмасын кіммен орындау ыңғайлы екенін сұрадық. Мен сабақты өзім жасаймын, бірақ түсінбеген сабақтарды мамадан сұраймын. Мен үйдің тапсырмасын мамамен орындаймын. Психологтардың жүргізген зерттеулердің нәтижесіне сүйенсек, баласының өміріне қызығушылық танытқан ата-ана оң әсер етеді екен. Айталық, баланың өзіне деген сенімділігі 50%-ке дейін артады. Сондықтан міне, баланың білімдегі жетістігі ең